Субъективті өткен шақ. Прошедшее субъективное время. Субъективті өткен шақ іс-әрекеттің орындалу кезінде сөйлеушінің басы қасында болмағанын, өзге біреудің айту арқылы білгендігін, не есіне түсіргендігін білдіреді. Прошедшее субъективное время употребляется в тех случаях, когда говорящий сам не является очевидцем совершенного действия, а узнает о нем из других источников или восстанавливает в памяти. Оқулықтарда бұрынғы өткен шақ атауымен берілген. В учебниках именуется давно прошедшим временем. Жекеше, единственное число. Бірінші шақ мен дауыссыз ып, дауысты үп, жікті жылғы пын, буын, жуан. Үп, пі, пін, жіңішке. Екінші шақ сен, үп, сын, жуан. Үп, пі, сін, жіңішке. Екінші шақ сіз, үп, сыз, жуан. Үп, пі, сіз, жіңішке. Үшінші шақ ол, үп, ты, жуан. Үп, пі, ты, жіңішке. Жекеше, единственное число. Бірінші шақ мен барыппын, оқыппын, жуан. Келіппін, іздеппін, жіңішке. Екінші шақ сен барыпсың, оқыпсың, жуан. Келіпсің, іздепсің, жіңішке. Екінші шақ сіз барыпсыз, оқыпсыз, жуан. Келіпсіз, іздепсіз, жіңішке. Үшінші шақ ол барыпты, оқыпты, жуан. Келіпті, іздепті, жіңішке. Көпше, множественное число. Бірінші шақ біз дауыссыз үп, дауысты үп, жіктік жалғау пыз, буын, жуан. Үп, пі, піз, жіңішке. Екінші шақ сендер үп, сындар, жуан. Үп, пі, сендер, жіңішке. Екінші шақ сіздер үп, сыздар, жуан. Үп, пі, сіздер, жіңішке. Үшінші шақ олар үп, ты, жуан. Үп, пі, ты, жіңішке. Көпше, множественное число. Бірінші шақ біз барыппыз, оқыппыз, жуан. Келіппіз, іздеппіз, жіңішке. Екінші шақ сендер барыпсыңдар, оқыпсыңдар, жуан. Келіпсіңдер, іздепсіңдер, жіңішке. Екінші шақ сіздер барыпсыздар, оқыпсыздар, жуан. Келіпсіздер, іздепсіздер, жіңішке. Үшінші шақ олар барыпты, оқыпты, жуан. Келіпті, іздепті, жіңішке.